Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Анаргүл. Бүгін сіздермен өте оңай дайындалатын әрі өте әдемі қызылшадан керемет салаттың рецептімен бөліскім келеді. Рецептіні міндетті түрде соңына дейін қарап, рецепт ұнаса менің каналыма тіркеліп, жанында қоңырау белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Салатқа өте аз зат кетеді және өте дәмді болады. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Алдымен үккішіміздің осындай ірілеу жағынан барлық өнімімізді үккіштен өткізіп бөлек ыдыстарға саламыз. Сырымызды да дәл солай өткіземіз, қызылшамызды да дәл солай теркадан өткізіп, барлығын бөлек ыдысқа салып алыңыздар. Содан соң сарымсағымыз бен аскөкімізді де ұсақтап турап дайындап аламыз. Барлық затымызды турап дайындап алғаннан соң сарымсағымыз бен аскөкімізді сырға араластырамыз. Сосын барлық осы заттарға бір қасық майонез салып жақсылап араластырып аламыз. Салатымызды домалақ формада, осындай формада жинайтын боламыз. Ең алдымен астына сәбізімізді салып жақсылап тегістеп аламыз. Соң сырымызды да салып дәл солай тегістеп аламыз. Қызылшамызды дәл солай бетіне салып бір тегістеп аламыз. Содан соң формамызды ақырын шығарамыз. Бетін осылай петрушкамен әсемдеп қойсаңыздар болады. Мінекей біздің салатымыз дайын. Өте дәмді әрі қарапайым дастарханыңыздың көркі болатын салат. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Рецептін соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Анаргүл. Рецептін міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, жанында қоңырау белгісін басып қойды ұмытпаңыздар.